Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға бүгін 2 қаңтарға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Бүгін өміріңізді жақсы жаққа өзгертуге мүмкіндік туады. Берілген мүмкіндікті қолдан жіберіп алмауға тырысыңыз. Қиындық тудырған проблемалар болса, оны жақын адамдарыңызбен ақылдаса отырып шешіңіз. Күн айтарлықтай жаңалыққа толы болмаса да сәтті өтпек. Сіз алға қойған мақсатыңызға жету жолында не істеріңізді білмей есеңгіреп қалуыңыз мүмкін. Сіздің жеткен жетістігіңіз еңбегіңіздің арқасында емес, біреулердің көмегімен келгенін естен шығармағаныңыз үшін. Сіздің басқаруыңызбен өтетін күн қарбаласқа толы болмақ. Кәсібіңіз немесе оқуыңызбен жеке өміріңізді ретке келтіргеніңіз үшін барынша сабыр сақтап ашуыңызды ақылға жеңдіруге тырысыңыз. Маңызды шешімдер қабылдаудан сақ болыңыз. Таныстарыңыздың арқасында жетістіктерге жетуіңіз мүмкін. Батылыңыз жетсе де өз бетіңізбен артық әрекет жасаудан сақ болыңыз. Жеке өміріңізге өзгеріс енгізбес бұрын 7 рет өлшеп 1 рет кескеніңіз жөн. Ешкімнің қолдауынсыз, ақылынсыз қиын жұмыстардың да шешімін табу сіз үшін оңай болмақ. Сіздің тың ойларыңыз бен жоспарларыңыз аз шығын арқылы жүзеге асуы ықтимал. Бикештер тез ойлап, ешкімнің ақылынсыз өз бетімен әрекет етуінің арқасында қарсыластары мен көре алмайтын адамдарын алдын шаң қаптырып кетуі ықтимал. Дарыныңыздың арқасында елеулі жетістіктерге жетіп, жеке өміріңізде де айтарлықтай өзгерістер болуы мүмкін. Өзіңіздің дегеніңіз болсын десеңіз, нық қадамдар жасап әрекет етіңіз. Сіздің орныңызға басқалар да шешім қабылдауы мүмкін. Болашаққа жоспарлар құрып, оның орындалуына алғашқы қадам бастайтын керемет күн. Кешкі кездесуден бас тартпаңыз. Осы жылдағы ең қиын күндердің бірі. Жұлдыздар сізді қолдамай, өз бетіңізбен шешім қабылдайтын кез. Қателіктерді бірінен кейін бірін жіберіп, еңсеңіздің түсуі де ықтимал. Бірақ мойымаңыз, бәрі де өз қолыңызда. Ойланып, ішкі түйсігіңізге де ерік берсеңіз, сынақтардан оңай өтуіңіз ықтимал. Күн қарбаласқа толы болмақ. Тіптен оқиғаның бірінен кейін бірі орын алып жатқанына таң қалуыңыз да мүмкін. Уақыт өте келе, мұндай қиындықтар менің өмірімде неге болып жатыр деген сауалдан да шешім тапқандай боласыз. Өткен уақыт аралығында жіберген қателіктеріңіздің жазасы деп есептеп, дұрыс шешімдер қабылдағаныңыз үшін әр істе сабырлық танытыңыз. Күн сіздің ойлағаныңыздай болмаса да жақсы өтпек. Күн басында өте қиын мәселелермен беттесуіңіз мүмкін. Оның шешімін тек қана қолдаушыларыңыз бен беделді таныстарыңыз ғана шеше алуы ықтимал. Бұрын аяқсыз қалған істеріңізді жалғастырғаныңыз абзал. Сүйіктіңізбен сөйлескенде ашуға бой алдырмаңыз. Бүгінгі күн бар жағынан жағымды жаңалықтарға толы болмақ. Алайда аяқсыз қалған жұмыстарыңызды ойлап басыңыз қатуы мүмкін. Жақындарыңыздың көмегінен бас тартпағаныңыз үшін. Күннің орын алған жайттардың бәрі жақсы болып көрінгенімен күннің аяғына дейін көзқарасыңызды өзгертуіңіз мүмкін. Сіз мақтанып жүрген ісіңіз ойдағыдай болмауы да мүмкін. Сол себепті ойланып әрекет жасағаныңыз абзал. Таныстарыңыз берген ақылды бүгін тыңдамасаңыз да болады. Бүгін ішкі түйсігіңізге сеніңіз. 2 қаңтарға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.